Бөлімдер арасында автоматты түрде мәліметтер алмасу, электрондық картотека HR маманы мен бухгалтерге бір мезгілде қызметкерлер туралы ақпарат алуға, ал қауіпсіздік қызметіне серіктестің сенімін тексеруге мүмкіндік береді. Жоба жайлы толығырақ цифрлы Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Картотека – бұл мәліметтер базасын есепке алу және біріктіру бойынша өнім. Кадрлар бөлімі жаңа қызметкер туралы ақпаратты енгізгеннен кейін, ол бірден есепші мен қауіпсіздік қызметіне қолжетімді болады. Сонымен қатар картотека контрагенттерді тексеру сервисімен біріктірілген. Сондықтан оны қызметкерлерді есепке алу кезінде ғана емес, сондай-ақ жаңа серіктестерді тексеру кезінде де пайдалану ыңғайлы. Мысалы, бухгалтер жаңа клиент немесе жеткізуші үшін карта жасады. Ақша аударған кезде олар туралы ақпарат жүйеде автоматты түрде көрсетіледі. Келісім шарт жасасу кезінде бухгалтер мен қауіпсіздік қызметі оның қаншалықты сенімді компания екенін бірден көреді. Әзірлеушілердің айтуынша электронды картотеканың көмегімен компанияның жұмысын бақылауға болады және ол кәсіпкерлерге барлық тәуекелді ескеруге көмектеседі. У нас есть, допустим, юристы, да? Біз жеткізушілермен жиі жұмыс істейміз және олардың сенімділігін әрдайым тексеріп отыруымыз керек. Қауіпсіздік қызметінің бұған дейін олардың қаншалықты дұрыс екендерін біліп отыратын арналары болған. Яғни, қандай да бір мемлекеттік ашық деректер базасына кіріп, мониторинг жүргізетін. Содан соң келісім шартқа қол қою қоймау жөніндегі шешім қабылданғаннан кейін түйіндемені бердік. Мұнда бұл жүйе барлық осы процесті автоматтандыруға мүмкіндік береді. Электронды картотека қауіпсіздік қызметінің жаңа мамандарды тексеруге жұмсаған уақытын едәуір қысқартады. HR директоры Аида Жамбалинаның айтуынша, барлық тексеріс кезеңіне санаулы минут кетеді. Ал бұрын сұхбаттан кейін құжаттарды жеке жіберуге, үміткердің өтінімі мен картасын жасауға тура келетін. HR платформаны картотекамен біріктіру арқылы барлық процесті батырманы бір рет басып шешуге болады. Ранее у нас было 3 процесса, и каждый этот процесс делался вручную. Бұрын бізде 3 процесс болды. Олардың әрқайсысы қолмен жасалатын. Қазір барлық қажетті базаны жасай отырып, бір рет батырманы басамыз. Деректер автоматты түрде қауіпсіздік маманына кетеді. Ол осы жүйенің көмегімен барлық қажетті тексерулерді жүргізеді. Егер үміткер мұның бәрінен сәтті өтсе, онда ары қарай оны рәсімдеу үшін кадрлар бөліміне бір рет басу арқылы қайтадан жіберіледі. Қазір біз деректерді толтыруға кететін уақыт үнемдейміз. Егер бұрын бұл деректерді кадрлар бөлімі, қауіпсіздік қызметкері және HR қызметкері жеке-жеке толтыру керек болса, қазір мұның барлығы батырманы бір рет басу арқылы жасалады. Автоматтандыру кадрлар бөліміне уақытты үнемдеуге көмектеседі. Сотрудник отдела кадров может потратить... Кадрлар бөлімінің қызметкері бос уақытын басқа қызметкерді рәсімдеуге жұмсай алады. Яғни, бұрын бұл процестер 3 күн уақыт алған болса, қазір небәрі 1 күнді алады. 1 күннің ішінде біз де дайын шешімдерге қол жеткіземіз. Өнімнің артықшылығы мұның бәрін қашықтан жасауға болады. Сарапшылардың айтуынша COVID-19 кезінде цифрландыру тренді сақталады. Ол бұл жерде маңызды рөл атқарады. Қазір бизнеске ұтқырлық қажет. Дағдарыс кезеңінде технология компанияның тұрақты жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Мы удаленно отправляем все необходимые. Біз барлық қажетті деректі қашықтан жібереміз. Қызметкер ақпаратты оқып, бізге жауап береді. Қызметкерді жұмысқа қабылдау кезінде құжаттарды рәсімдей отырып, адамдармен байланысқа түспейміз. Сондай-ақ қызметкермен еңбек шартын қашықтан жасасуға көмектесетін басқа платформаны пайдаланамыз. Бұл ретте бізге оны кеңсеге шақырудың, байланысудың, өзімізге немесе біз жұмысқа алатын адамға қауіп төндірудің қажеті жоқ. Келесі жылы әзірлеушілер өз өнімдерін қазақстандық кәсіпкерлер арасында кеңінен таратуды жоспарлап отыр.
Это прежде всего Бұл ең алдымен басқа бағдарламалар арасында енгізу бойынша ең жақсы жүйе. Сонымен қатар ол істен шығуға қарсы қуатты архитектураға ие. Бізге бизнес процестерді шешу үшін платформалық қосымшаларды оңай және тез құруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ басқа салалық шешімдермен интеграциялана аламыз. Біз қауіпсіздік қызмет үшін жеке салалық шешімдер жасаймыз. Мұндай өнім нарықта әлі жоқ. Нәтижесінде мұның бәрі бір тізбекте жұмыс істейді. Бөлімдер арасында үнемі автоматты түрде мәліметтер алмасу. Бұл бізге компанияның жұмысын оңтайландыруға, бөлімдер арасындағы өзара әрекеттесуді азайтуға мүмкіндік береді. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді, ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.